сіздермен бірге мен Бека. Достар, арнада көптен бір видео шықпады, иә достар. Мен қолым әше тиіп жатқан жоқ соңғы кездер. Видеолардың комменттерін қарасам, кейбірінің көптеген сұрақтар қойылыпты. Соның арасын бір баламыз айтып кетіпті. Телефоным қатады дейді жаманда. Я достар, мүлдем қатпайды емес, қатады енді. Басқасы болсын білмеймін достар. Бұл телефон өзі сондай қататын телефонда. Қазір сіздерге сол қатпаудың бір тәсілін көрсетемін. Осы настройкаға кіреміз. Не кіріп кетті. Настройкаға кіреміз. Смарт менеджерді басамыз да. Память дейтін болады достар. Память дейтінді басып, очистить дейтін болады. Қазір достар, үстіп тұратын болса, өзімді жағын істеп болғам, өстіп пользовательге кіресіздер. Приложение дейтін басасыздар достар. Өзіңізге керек емес приложениеді өшіріп тастап, файлсқа кіреміз. Google Files дейтінге. Осының ішінен достар барлығын ойлайтыныңыздар болады. Міне достар, особой дейтін, осы очистка дейтін басамыз достар. Міне осыны басып, 3 мегабайт просмотр. Наерден достар, мысалы статус көрсеңіз, статустағы видеоның бәрі осы жаққа сіздерге кетіп қалады достар. Изображениеде де, мысалы біраз видео көрсеңіздер, статусқа кетіп қалады достар. Соның бәрін осы жерден удалить етіп тастасаңыздар болады. Одан кейін тағы бір неміз, үстіп закрыть сені басып жүріңіздер достар. Сол кезде телефоныңыз жаман қатып жатса, перезагрузить етіңіздер достар. Керек емес фото, видеолардан өшіріп тастаңыздар. Керек емес приложениелерді. Достар, давайте. Маған бір бала айтыпты. Преферден кіріп, қайттан кірсем, преферден шығып WhatsAppқа кірсем, қайттан ойынға перезагрузить етіп лақтырып жібереді дейді. В общем, соған жауабын айтатын болсақ, ол үшін настройкаға кіреміз. Настройкаға кіріп, сіздер ана оперативный память, яғни озу дейтін тазаламайсыздар. Озу дейтінді басамыз. Озу. Каждый 2 сағат сайын, несе 1 сағат сайын тазалап отыру керек. Әйтпесе болмайды, бұл мүлдем. Сөзі сіздердің телефондарыңыз андай тез жұмыс жасайтын болады. Қазір жүрейін тағы. Мен үстіп тазалайсыздар да, закрыть сені басасыздар. Менде фильтр жоқ достар. Мен өзім баяғыда сөйтіп істеп жүретінмін. Видеоның соңына тіркеп лайк басып кетейік достар. Тағы қандай сұрақтарыңыз бар, қоя беріңіздер, бәріне жауап беремін. Давайте.